Сәлеметсіңдер ме балалар? Ересек тобы. Білім саласы таным. Оқу қызметіміз жаратылыстану. Балалар, сендер себетте нелерді көріп отырсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, жемістер мен көкөністерді. Бүгінгі біздің оқу қызметіміздің тақырыбы көкөністерден және жемістерден жақсы тағам. Алдымен балалар, бақшада қандай көкөністер өседі екенін айтып өтейік. Дұрыс айтасыңдар. Картоп. Кәнеки барлығымыз қайталайықшы. Картоп. Қияр. Қызанақ. Қырыққабат. Сәбіз. Жарайсыңдар балалар, барлық көкөністерді атап шықтыңдар. Ал енді бақта қандай жемістер өседі екен, атап көрейікші. Алма, жүзім, алмұрт, лимон, банан. Жарайсыңдар балалар, жемістерді дұрыс атап шықтыңдар. Ал енді барлығымыз серігіп алайық. Теріп едік жемісін, сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышымен Балалар, жемістер мен көкөністерді жер алдында біз не істеуіміз қажет? Дұрыс, жууымыз керек. Сендердің аналарын жемістер мен көкөністерден қандай тағам жасайды? Дұрыс айтасыңдар. Борщ, салат, бәліш. Керемет балалар. Аналарын сендерге не пісіреді екенін білесіңдер. Ал енді балалар, жемістер мен көкөністердің суреттерін бояйық. Алдымен қолдарымызды жаттықтырайық. Бала балақай, кәне қайсы алақай, саусақтарын әйбәт, былай ойнат. Енді түрлі түсті қарындаштарды алып, жемістер мен көкөністердің суреттерін бояйық. Жемістер мен көкөністерді бояп болдыңдар. Керемет. Ал енді ойын ойнайық. Ойын аты қандай көкөністер қажет? Аналарын борщқа қандай көкөністерді салады? Атап шығыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Қызанақ, картоп, сәбіз, пияз, қырыққабат, бұрыш, тұз, қызылша, томат. Жарайсыңдар балалар. Тамаша балалар. Бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңыздар.